Жылдам хабарлама тарады. Тезірек көріңіздер. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қызылша. Астананың инфекциялық ауруханаларының жұмысы күшейтілген режимге көшті. Елордада тұратын 1 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың 70% қызылша дертімен ауруханада жатыр. Маусымдық вирустың инфекциясымен, оның ішінде қызылшамен ауырғандардың көбеюіне байланысты номер 3 көпсалалы қалалық балалар ауруханасына түскендердің қараты жиіленген деп хабарлайды Айқын KZ. Астана әкімшілігінің мәліметінше, қабылдау бөлмесінде медициналық көмекті күтетіндердің ұзын сонар кезегі қалыптасты. Шынында да дәрігер қабылдауын күту уақыты кейде 1,5-3 сағаттан асады. Себебі пациенттердің жедел жәрдем және өз-өзін емдеу бойынша өтінімдерінің саны 2,5 есеге дейін өседі. Бұл вирустың инфекцияларымен желінген арттырады. Осыған байланысты жалпы қабылдау бөлмесінде дәрігерлерді қабылдаудың 8 бекеті, оның ішінде қызылша бойынша қабылдау бөлмесінде 2 бекет ұйымдастырылды. Видеомыз кейін таралып, қажетті жерлерге жету үшін және де барша сақ болу үшін видеомыз жақындарыңызға, достарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.